Кенесары қазақ жұртының кеудесінде ең қаһарман хандардың бірі ретінде қалды. Себебі ол Ресей империясы әбден күшіне мініп, Орта Азияға ғана емес, әлем жұртына айбат шегіп тұрған дәуірде бас көтеруге ерік-жігері жеткен қас батыр. Бұған дейінгі хандар да елі мен жерін қорғау үшін өлгенше аттан түспей айқасып өткені хақ. Бірақ ол кезде екі жақтың күші бір-біріне тең-бетең жағдайда сынасатын. Ал Кенесарының кезінде мылтық былай тұрсын, алыстан ататын зеңбіректің дәурені жүріп тұрған еді. Қала берді, қазақ даласын әскери қамалдармен шырмап, енді жаппай шоқындырып, діні мен тілінен айыру жобасын кешенді түрде іске қоса бастағанда, Кенесарының қорқпай қол жинап, империяға қарсы тұруы батырлықтың ерекше нұсқасын талап етеді. Ең қызығы, қарапайыр қарумен қаруланған қазақ әскерлері империяның отты қаруымен мұздай қаруланған қатыгез әскерлерінен жеңіліп қалған жоқ. Тіпті кей кездері айқас стратегиясын сәтті құрғаны соншалық бірнеше бекінісін басып алып, өртеп те жіберген. Әлбетте империяның шеңгеліне оңбай іліккен қазақ жұрты оның көтерілісін қару-жарақтың күшімен қолдап кетуге дәрмені болған жоқ. Қала берді, патшадан шен алып, империяның мүддесіне қызмет етуге еті үйреніп кеткен шонжар балақ, шұбар төс байлар статус-квоны өзгертуге құлықты болған жоқ. Бірақ сонда да айбынды ханның тәуелсіздік үшін басын бәйгеге тігуі жақтастарына жігер сыйлап, дұшпандарының құрметін оятты. Кенесары 19 ғасырдың қақ ортасында өмір сүріп, соңына дейін күресіп, шейіт болғасын ол жайындағы деректер жақсы сақталған. 20 ғасырдың басында дербес ел болудан бір жола түңілуге айналғанда, 1917 жылы ақпан төңкерісі автономды ел болса да, өз алдына бір республика құрудың жылт еткен мүмкіндігін туғызды. Әлихан бастаған сауатты қазақтар осы мүмкіндікті пайдаланып, Алаш автономиясын құруға бар күшін салды. Сол кезде ерік-жігері тапталып, отарлыққа көндігіп те қалған қазақ халқының ұлттық рухын оятуда Кенесары ханның күресі мен ерлігі аса маңызды рөл ойнады. Алайда Алаш қозғалысы сәтсіз аяқталды. Бірақ Алаш туының астында жиналған оқымысты қазақтар Қазақ СССР кезінде де Кенесары рухын тірілтуге тырысты. Әсіресе 1941 жылғы Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда халықтың мұрамен санасуға мәжбүр болған Сталиннің бір сәттік жұмсақтығын ұлттың мүддесіне пайдаланып қалды. Осылайша соғыс жылдарында қазақ жауынгерлерінің әскери рухын шыңдау мақсатында деген сылтаумен Кенесары мен Наурызбай жырларын жаңғыртып үлгерді. Алайда соғыс біткен соң азаттыққа қатты ұмтылып, ұлттық рухын күшейтіп алған қазақ интеллигенциясының сағын сындыру үшін 1950 жылдан бастап қазақтың тарихи жады мен эпикалық санасын оятуға қабілетті ірі ғалымдардың бәрін жаппай қудалап, бірнешеуін ұзақ мерзімге соттап жіберді. Міне осы жылдары Кенесары мен Наурызбайды жырлау, насихаттау тенденциясы күрт әлсіреді. 1960 жылдардан бастап қазақ мектептері жаппай жабылып, орыстану науқаны қарқынды жүріп жатты. Бұл саясатқа қарсылық ретінде Ильяс Есенберлин Кенесары жайлы «Қаһар» романын жазды. Осы романдағы Кенесары ханнан ерік пен жігер тапқан қазақ жастарының намысы 1986 жылы желтоқсан оқиғасы. Тәуелсіздік алған соң Қазақстан Республикасы 15 жылға жуық ауыр экономикалық күйреуді бастан кешті. Бұл кезде балапан басына тұрымтай тұсына кетті. Экономика реттеліп, елде ақша көбейгенде мемлекеттің ішкі саясатында ұлтсыздану ұраны көтерілді. Елбасының өзі бір текті, бір ұлтты унитарлы мемлекет құруға ұмтылудың орнына қолдан жасалған 130 ұлт идеясы мен қазақстандық ұлт деген концепциясын тықпалаумен болды. Қала берді, экс-президенттің жеке басына табыну тенденциясы белең алды да Қазақстанның ел болуы Назарбаевтан басталғандай көңіл күй туғызды. Тіпті сол мақсатта оқу орындарында Қазақстан тарихын 1991 жылдан бастайтындай сорақы әдістер ойлап табылды. Осындай жалған тарих пен жалған идеалдар тұтас бір буынды ұлтсыз, жігерсіз, жасқаншақ, жағымпаз, өзін қорсынатын ұлттық батырларын әжуаға қосып, мазақтап сөйлейтін нигилистер буынын өсіріп шығарды.
өзінің ұлттық қаһармандарын қорлаудың соңы тәуелсіз елінен айырылып, өмір бақи біреудің есігінде жалшы боп өтетін бақытсыздықпен аяқталатынын ұмытпаған жөн. Ұлтсызданудың соңғы нәтижесі осы.